жаз мезгіліне ойын жасаймыз. Ең алдымен қағазға осындай шаблон жасап аламыз. Бұл жерде әртүрлі тақырыпты алсаңыз болады. Мен гүлдерді алдым. Мына жерде атыр формат. Бұл шөпті білдіреді. Алаң, жасыл алаң. Жан-жағын 4 тесік жасаймыз. Жоғарысынан және үстінен. 4 түсті гүл алдым. Сары, көк, қызыл және сарғыш. Сіздер кез келген түсте ала берсеңіздер болады. Бұл ойын кіші топ және орта топ балаларына келеді. Кеңістікті бағдарлау тақырыбында ойын ойнатсаңыз болады. Жоғары, төмен, асты, үсті, оң, сол деген сияқты ұғымдарды енгіземіз. Мына жерде жіптерді өткізіп, мен 4 гүл алғасын 4 жіп өткіземін. Артқы жағын байлаймын. Жаңағы қағазды алдын ала жасап, сол қағазға қарап бала ойнайды. Қағазымызда қандай түс тұр, сол түс бойынша рет-ретімен жасау керек болады гүлдерді. Мысалы, қағазда сізде бірінші көк түс болатын болса, онда бірінші гүл фетр көк түс кетеді. Яғни рет-ретімен болу маңызды, бірдей болу керек. Сіз қағазда қандай сурет саласыз? Және мына алаңда сол түс сәйкес болу керек. Қазір жапсырамыз. Гүлдер жылжу үшін артқы жағын бекітеміз. Ортасын бос қалдырамыз. Екі жағын стеклеймен жапсырамыз. Менде көк түс, қызыл, сосын сары, сосын сарғыш түс кетеді. Мен суретте шаблондарда қағазды солай салған болатынмын. Гүлдеріміз дайын болып қалды. Мына жерде жіптер түсіп қалмас үшін мен алдын ала клеймен бекітіп тастадым. Жан-жағын оң қаратамыз енді. Гүлдерді шаблондарға қарап, қазір ойын барысын көрсететін боламын. Менің дайын шаблондарым. Мына жерде көк түс төменде тұр, қызыл жоғарыда тұр. Ары қарай сары төменде, ал сарғыш жоғарыда. Осылай әртүрлі бағытта жасай береміз. Бұл жерде кеңістікті бағдарлауды үйренеді бала. Жоғары, төмен, үсті, асты, оң жақ, сол жақ, ортасы. Тағы ұғымдарды балаға үйрететін боламыз. Меніңше керемет ойын. Сіздерге қалай комментарий жаза кетіңіз. Тағы қандай ойындар қажет, тағы қандай ойындар жасайын. Маған комментарийде жазып кетіңіздер. Тамаша. Сіздерге көп рахмет. Лайк басуды ұмытпаңыздар.